Анашым, сіздің өз өміріңіз бар ма өзі? Қызының осы бір ауыз сұрағы 50 жастағы Гүлнардың жүрегіне қадалғандай болды. Ол қолындағы тәрелкесін үстелге қоя алмай, ас үйдің ортасында үнсіз тұрып қалды. Не дедің, қызым? 30-ға жақындаған қызы Мадина телефоннан басын көтерді. Жаман мағынада айтып тұрған жоқпын. Тек біз үшін өмір сүрдіміз. Әкем үшін, үй үшін. Енді біз өстік қой. Өзіміз үшін не істегіңіз келеді? Гүлнар күліп жібермек болды, бірақ күлкі шықпады. Маған не керек дейсің? Сендер аман болсаңдар болды. Жоқ ана, мен оны сұрамадым. Онда нені? Сіз не қалайсыз? Гүлнар үнсіз қалды. 50 жыл өмір сүрген әйел үшін бұл соншалық қиын сұрақ болады деп кім ойлаған? Ол балаларының не қалайтынын білетін, ұлы Нұрсұлтан қандай тамақ ұнататынын білетін, Мадинаның кофесіне қанша қасық қант салатынын білетін, күйеуі Серіктің көйлегін қандай температурада үтіктеу керегін білетін, тіпті немересі Алинаның қай мультфильмді жақсы көретінін білетін. Бірақ өзі не қалайды? Оны білмейтін. Сол түні Гүлнар ұйықтай алмады. Ал бірнеше күннен кейін оның өмірінде болған бір оқиға бүкіл отбасының астан-кестеңін шығарады. Балалары. Анашым, мұны неге бізбен ақылдаспадыңыз? Десе күйеуі. 50-ге келгенде сағаған не болды? Деп ашуланатын болады. Ал Гүлнар өмірінде алғаш рет. Өйткені бұл жолы мен өзім үшін шешім қабылдадым, дейді. Бірақ оған дейін ол өзінің өмірін қалай жоғалтып алғанын түсінуі керек еді. Гүлнардың да кезінде арманы болған. 19 жасында сурет салғанды жақсы көретін. Киім үлгілерін қағазға түсіріп, бір күні өздігін шеберханасын ашқысы келетін. Анасы. Қызымның қолынан бәрі келеді, деп мақтанатын. Колледжден кейін шағым ательеге жұмысқа кірді. Сол жерде Серікпен танысты. Серік жас, сөзге шешен, еңбекқор жігіт болатын. Ол Гүлнарды жұмыстан күтіп алып, сенің қолынан шыққан көйлектерді бір күні бүкіл қала киеді дейтін. Гүлнар күлетін. Қойшы, шын айтып тұрмын. Екеуі үйленді. Бір жылдан кейін Мадина дүниеге келді. Гүлнар бала күтіміне байланысты жұмысын уақытша тоқтатты. Бір жылдан кейін қайтам деді. Бірақ бір жылдан кейін Нұрсұлтанға аяғы ауыр екенін білді. Балалар сәл өссін, сосын жұмысқа шан деді. Балалар өсті, бірақ мектеп басталды. Сабақ, үйірме, аурухана, ата-аналар жиналысы. Серіктің жұмысы да көбейді. Сен үйде болғаның жақсы, деді ол бір күні. Балалар қараусыз қалмайды. Гүлнар келісті. Әлі уақыт бар. 30-ға келгенде балалар жоғары сыныпқа өтсін. 35-інде Мадина университетке түссін. 40-та Нұрсұлтан оқуын бітірсін. 45-інде балалар аяқтарына тұрсын. Ал 50-ге келгенде балалар аяқтарына тұрды. Кек Гүлнар өзінің қай жерде қалғанын түсінбей қалды. Таңғы 6. Гүлнар оянды. Серік әлі ұйықтап жатыр. Ол ас үйге барып шай қойды. Жұмыртқа пісірді. Серіктің түскі тамағын ыдысқа салып қойды. Сағат 7-де күйеуі тұрды. Көк жейдем қайда? Шкафта. Қай жерінде? Сол жақта. Таппай тұрмын. Гүлнар ас үйден барып жейден алып берді. Серік. Мынау емес, екіншісі. Гүлнар тағы іздеді. Бірнеше минуттан кейін телефоны шырылдады. Мадина. Анашым, ояусыз ба? Иә. Алинаға бүгін 2 сағат қарап бере аласыз ба? Қашан? 11-де әкелем. Жарайды. Телефонды қоя бергенде Нұрсұлтан хабарласты. Мам, үйдесіз бе? Иә. Бір құжатымды сіздерге қалдырып кетіппін. Қарап жібермішші. Қай жерде? Білмеймін. Гүлнар еріксіз күлді. Өзім білмегенді мен қайдан білемін? Сіз бәрін табасыз ғой. Осы сөзді баласы әзілдеп айтты. Бірақ Гүлнар ойланып қалды. Сіз бәрін табасыз. Иә, ол бәрінің жоғалтқан затын табатын, бәрінің мәселесін шешетін, бәрінің уақытын ойлайтын. Ал бір кезде өзі жоғалтқан өмірін ешкім іздеп көрмепті. Сол күні немересі кеткен соң, Гүлнар қойманы жинауға кірісті. Бір бұрыштан ескі қорап шықты. Шаң басқан. Қақпағын ашқанда ішінде маталар, бірнеше журнал және қалың дәптер жатыр. Гүлнар дәптерді қолына алды. Жүрегі бір түрлі соғып кетті. Бұл оның жастық шағындағы эскиздер еді. Көйлектер,
костюмдер, балалар киімі. Әр беттің төменгі жағында ұсақ әріппен жазылған жазулар бар. Болашақ шеберханам. Терезесі үлкен болсын. Қабырғада өзім жасаған киімдер тұрады. Гүлнар еденге отыра кетті. Беттерді асықпай аударды. Соңғы бетте 23 жастағы Гүлнардың қолымен 35 жасқа дейін өз ателемді ашамын деп жазылған. Гүлнар күнге қарады. Бүгін ол 50 жаста. 15 жыл кешігітті. Оның көзінен жас сырғып түсті. Ол өміріне өкініп отырған жоқ. Балаларын жақсы көрді, отбасын жақсы көрді. Бірақ бір сұрақ жанын ауыртты. Неге ол ана болған күні Гүлнар болуын тоқтатуы керек еді? Кешкі ас үстінде Гүлнар күтпеген жерден «Мен жұмысқа шыққым келеді» деді. Серік шай ішіп отырып. «Не?» «Жұмыс істегім келеді». «Қайда?» «Әлі білмеймін». Серік күлді. «50-ге келгенде ме?» Гүлнардың жүзі өзгерді. 50 жаста жұмыс істеуге болмай ма? «Жоқ, жай айтып тұрмын. Саған не жетпейді?» «Мәселе ақшада емес». «Онда?» Гүлнар жауап беруге қиналды. «Үйден шыққым келеді. Адамдармен араласқым келеді. Өзіме ұмайтын іспен айналысқым келеді». Серік: «Құрбыларыммен кездес, фитнеске бар, қыдыр». «Мен уақыт өткізгім келмейді, Серік. Жұмыс істегім келеді». Күйеуі біраз үнсіз қалды. «Не істейсің?» «Тігін». Серік күліп жіберді. «Сен соңғы рет қашан тігін машинасына отырдың?» Бұл күлкі Гүлнарға ауыр тиді. «Үйренемін». «Гүлнар, ренжіме. Бірақ қазір заман басқа». «Мен де соны көргім келеді». Серік басын шайқады. «Өзің біл». Оның өзің біл дегені рұқсаттан гөрі бәрібір қолынан келмейді дегенге көбірек ұқсады. Ертеңіне Гүлнар интернеттен тігін курсын іздеді. Бірнеше жерге қоңырау шалды. Бір орталықта. «Жасыңыз қанша?» деп сұрады. 50. Телефонның ар жағындағы қыз. «Әрине, келе беріңіз. Бізде 60 жастағы апай да оқиды» деді. Гүлнардың көңілі көтеріліп қалды. Сәрсенбі күні алғашқы сабағына барды. Есіктен кіргенде айналасында көбіне 20-25 жастағы қыздар отыр екен. Өзін ыңғайсыз сезінді. Мүмкін Серік дұрыс айтқан шығар. Сол кезде мұғалім: «Жаңадан келдіңіз бе?» «Иә». «Атыңыз?» «Гүлнар». «Қош келдіңіз, Гүлнар». Осы қарапайым сөз оның көңілін орнына түсірді. Сабақ басталды. Қолына мата тигенде ескі сезім қайта оралды. Қайшының дыбысы, матаның иісі, машинаның үні. Ол мұның бәрін сағынған екен. Сабақтың соңында мұғалім оның жұмысын қарап: «Бұрын тіккенсіз бе?» «Жас кезінде». «Көрініп тұр. Қолыңыз ұмытпапты». Гүлнар үйіне сол күні ерекше көңіл күймен қайтты. Серік теледидар қарап отыр. «Қайда болдың?» «Курста». «Қандай?» «Тігін». Серік тамырғап: «Шынымен барып жүрсің бе?» «Иә». «Қанша уақыт?» «3 ай». «3 ай?» Гүлнар күліп: «Қорықпа, үйге кешкі ас жасап үлгеремін». Сол сөзді айтқаннан кейін өзі тоқтап қалды. Неге ол өзінің жаңа ісін бастаған сәтте де бірінші болып кешкі асты ойлады? Бір жексенбіде балалар қонаққа келді. Гүлнар курсы туралы айтты. Мадина қуанып: «Керемет қой». Ал Нұрсұлтан: «Мам, шаршап қалмайсыз ба?» «Неге шаршауым керек? Үйде тыныш отырған жақсы емес пе?» Гүлнар ұлына қарады. «Сен үйде күні бойы отырсаң, жақсы болар ма еді?» «Мен жаспын ғой». «Ал мен қартайдым ба?» «Олай демедің». Серік: «Аналарың бір нәрсеге қызығып жүр. Қоя беріңдер». «Қоя беріңдер». Гүлнар бұл сөзге де ренжіді. Олар оның арманына әлде ермек сияқты қарайды. Мадина ғана: «Ана, ешкімді тыңдамаңыз. Ұнаса, жалғастырыңыз» деді. Гүлнар қызына алғыс айтып жымиды. Курстың 2-ші айында мұғалім әркімге жеке жұмыс берді. Гүлнар әдемі көйлек тікті. Оны Мадина көріп: «Мынаны сіз тіктіңіз бе?» «Иә». «Ана, бұл керемет». «Қойшы». «Шын». Мадина көйлекті әлеуметтік желідегі парақшасына салды. Ананның қолынан шыққан алғашқы көйлек. Ертеңіне оның танысы: «Маған да осындай тігіп бере аласыз ба?» деп жазды. Гүлнар қорқып кетті. «Жоқ дей сал». «Неге?» «Мен әлі дайын емеспін». «Дайынсыз?» «Қателессем ше?» «Мадина, онда түзетесіз».
Гүлнар ойланып тапсырысты алды. 3 күн бойы матаны қайта-қайта өлшеді. 4-ші күні көйлек дайын болды. Тапсырыс беруші киіп көріп, «Дәл ойлағанындай», деді. Сосын Гүлнардың қолына ақша ұстатты. Гүлнар ақшаны ұзақ қараттырды. Бұл оның 20 жылдан астам уақыттан кейін өз еңбегімен тапқан алғашқы ақшасы еді. Сомасы үлкен емес, бірақ сол күні ол өзін миллионердей сезінді. Үйіне кішкентай торт сатып әкелді. «Серік, бірдеңе болды ма?» «Алғашқы ақшамды таптым». «Қанша?» Гүлнар сомасын айтты. Серік күліп, «Соған осынша қуандың ба?» Гүлнардың күлкісі бірден жоғалды. «Иә». Серік оның көңілін түсіргенін байқамады. «Жарайсың». Бірақ жарайсың тымге шайтылды. Тапсырыстар көбейді. Бір күні Мадина, «Анашым, Алинаға қарап бересіз бе?» деп қоңырау шалды. «Бүгін болмайды қызым, тапсырысым бар». Телефонның ар жағында үнсіздік. «Қалайша?» «Ертең әкел». «Ана, менің бүгін шаруам бар еді». «Менің де шаруам бар». Мадина үндемей қалды. Гүлнардың жүрегі ауырып кетті. Бұрын ол ешқашан жоқ демейтін. «Қызым, ренжіме». «Жоқ ана, дұрыс, өзім шешемін». Телефон жабылды. Гүлнар біраз уақыт өзін кінәлі сезініп отырды. Сосын ойланып қалды. Неге баласының шаруасы маңызды, ал өзінің шаруасы кейінге қалатын нәрсе болуы керек? Ол қайтадан жұмысын жалғастырды. Гүлнар бұрынғыдай бәрін үлгеруге тырысты. Бірақ бір күні сабақтан кеш қайтты. Серік ас үйде жүр. «Тамақ қайда?» «Тоңазытқышта». «Жылытып жеймін бе?» Гүлнар шаршап. «Иә». Серік оған тамырғап қарады. Бұрын Гүлнар өзі жылытып алдына қоятын. «Шәй ше?» «Шәйнек ана жерде». Серік үндемей қалды. Гүлнар бөлмеге кіріп кетті. Бірнеше минуттан кейін ас үйден. «Мына микротолқынды пеш қалай қосылады?» деген дауыс шықты. Гүлнар көзін жұмды. 30 жыл бірге тұрған ер адам үйіндегі пешті қосуды білмейді. Ол күлкілі де, аянышты да еді. Бір күні Мадина анасына келді. «Анашым, сөйлесейікші?» «Не болды?» «Мен сізге ренжіп жүрмін». Гүлнардың жүрегі ауырды. «Неге?» «Сіз өзгеріп кеттіңіз». «Қалай?» «Бұрын кез келген уақытта хабарлассам, келетін едіңіз». Гүлнар үнсіз қалды. «Алина да сізді сағынады. Мен де оны сағынам. Бірақ үнемі бос емессіз». Гүлнар қызының жанына отырды. «Мадина, мен сені дүниеге әкелгенде 21-де едім». «Білемін. Содан бері менің уақытымның көбі сендерге арналды. Мен оны міндетсінбеймін». Мадинаның көзіне жас келді. «Мен сізге кедергі болдым ба?» «Жоқ, қызым». Гүлнар оның қолынан ұстады. «Сендер менің ең үлкен бақытымсыңдар. Бірақ сендер менің бүкіл өмірім болуға міндетті емессіңдер». Мадина үнсіз жылады. «Мен сізді түсінбеппін, ана». «Мен өзімді кеш түсіндім». Қызы анасын құшақтады. «Жасаңыз. Не қаласаңыз да жасаңыз». Бұл жолы Гүлнардың көзінен де жас шықты. Балалары біртіндеп түсіне бастады. Бірақ Серікке қиынырақ болды. Ол әйелінің өзгергенін қабылдай алмай жүрді. Бұрын үйге келсе, Гүлнар үйде. Енді аптасына 3 рет кешке сабақта. Кейде тапсырыс берушілермен кездеседі. Бір күні. «Осыны қашан қоясың?» деді. Гүлнар антаң. «Нені?» «Тігінді». «Неге қойым керек?» «Курс біткен соң деймін». «Курстан кейін жұмыс деймін». Серік қабағын тиді. «Қандай жұмыс?» «Өзіме орын жалдаймын». «Не?» «Кішкентай шеберхана». Серік күліп жіберді. «Гүлнар, сен шынымен бизнес ашпақсың ба?» «Иә». «50 жаста?» Гүлнар оған үнсіз қарады. «Тағы сол сіз». «Қандай?» «50 жаста». «Өйткені бұл шындық». «Сонда 50-ге келген адам армандамау керек пе?» «Мен оғай деген жоқпын. Бірақ әр сөзіммен соны естимін». Серік ашуланып. «Сенің ештеңең кем болған жоқ». Гүлнардың даусы дірілдеді. «Иә, ештеңем кем болған жоқ. Кек өзім жетіспеппін». Бөлме тына қалды. Келесі күні Гүлнар анасының бұрынғы шағын пәтеріне барды. Пәтер бірнеше жылдан бері бос тұрған. Терезесін ашты, шаңын сүртті, жалғыз отырды. Кешке Серікке: «Біраз уақыт осында тұрам» деді. Серік сенбей:
Не үшін? Өзіңді түсіну үшін. Мен саған не істедім? Мәселе сенің бір жаман ісіңде емес. Онда үйіңе қайт. Гүлнардың көзіне жас толды. Серік, мен 30 жыл бойы үйге қайт дегенде сенің үйіңді ойлаппын. Енді мен өз үйімнің қайда екенін түсінгім келеді. Серік үнсіз қалды. Алғашқы түн Гүлнарға өте ауыр болды. Пәтер тым-тыныш. Серіктің қорлы жоқ. Келедидардың даусы жоқ. Ешкім шай бар ма демейді. Гүлнар төсекте жатып жылады. Бәлкім ол қателескен шығар. Бәлкім бәрін тастап үйіне қайту керек шығар. Бірақ таңертең күн етесі терезеден түскенде ол біртүрлі жеңіл оянды. Алғаш рет таңғы асқа тек өзі қалаған нәрсені дайындады. Шайды да өзі ұнататын кесеге құйды. Сағатқа қарамады. Сол қарапайым таң оған бостандықтың қандай болатынын сездірді. Гүлнар қаладағы шағын коммерциялық бөлмені жалға алды. Бар болғаны 25 шаршы метр. Қабырғалары ескі, еденін ауыстыру керек, бірақ терезесі үлкен. Ол баяғы дәптерін алып келді. 23 жасында жазған сөзі есінде. Терезесі үлкен болсын. Гүлнар терезеге қарап тұрып жылады. Кешіксем де келдім ғой деді, сыбырлап. Мадина қабырғасын бояуға көмектесті. Нұрсұлтан сөрелер орнатты. Мам, мынау қисық емес пе? Қисық. Түзу ғой. Сен сұрадың. Жарайды, қайта жасаймын. Екеуі күліп жіберді. Кешке балалар кеткен соң Гүлнар жалғыз қалды. Бөлменің ортасына тігін машинасын қойды. Қабырғаға кішкентай тақтай шәлді. Гүлнар, өз аты. Осы бір сөзді көргенде жүрегі толқып кетті. 30 жыл бойы ол Серіктің әйелі. Мадинаның анасы, Нұрсұлтанның анасы, Алинаның әжесі. Ал бүгін қабырғада жай ғана Гүлнар. Бірақ жаңа өмір ертегі сияқты басталған жоқ. Алғашқы айда жалдау ақысын әрең жапты. Екінші айда тапсырыстар азайды. Бір клиент тігілген көйлекке көңілі толмай, ақшасын қайтаруды талап етті. Гүлнар үйіне барып жылады. Қолымнан келмейді, деді Мадинаға. Бір клиент үшін бе? Мен өзімді алдап жүрмін. Ана, Серік дұрыс айтқан шығар. Кеш бастадым. Мадина анасының баяғы дәптерін алып келді. Мынаны оқыңыз. Не? Соңғы бетін. Гүлнар ашты. 35 жасқа дейін өз ателемді ашамын. Мадина. 15 жыл кешіктіңіз. Енді бір сәтсіз тапсырыс үшін тағы 15 жыл күтесіз бе? Гүлнар қызына қарап қалды. Сосын көз жасым сүртті. Сен қашан осынша ақылды болып кеттің? Сіз өсірдіңіз ғой. Екеуі күліп жіберді. Ал Серіктің жағдайда оңай емес еді. Үй бұрынғыдай, бірақ бір нәрсе жетпейді. Ол жұмыстан келді. Ас үй бос. Тоңазытқышта Гүлнардың жазып қалдыратын қағаздары жоқ. Тамағың төменгі сөреде. Дәрінді ұмытпа. Жейдең үтіктелді. Бұрын Серік бұларды байқамайтын. Енді сол кішкентай қағаздарды сағынды. Бір күні Мадина әкесіне келді. Әке, тамақ іштіңіз бе? Иә. Не жедіңіз? Жұмыртқа. Кешеше? Жұмыртқа. Алдыңғы күні? Серік үндемеді. Мадина күліп. Тағы жұмыртқа ма? Жұмыртқаның несі жаман? Екеуі күлді, бірақ кейін Мадина. Әке, анамды сағынасыз ба? Серік теледидарға қарады. Әрине. Неге айтпайсыз? Не айтамын? Шындықты. Серік үнсіз қалды. Өйткені ол өмір бойы отбасын асырауды махаббаттың ең үлкен дәлелі деп ойлаған. Ал мен сені бағалаймын деген қарапайым сөзді әйеліне соңғы рет қашан айтқанын есіне түсіре алмады. Бір күні Гүлнар шеберханада отырғанда есік ашылды. Басын көтерсе, Серік. Сен? Иә. Қалай таптың? Балалардан сұрадым. Серік ішке кірді. Қабырғадағы көйлектерге қарады. Терезеге, тігін машинасына. Сосын Гүлнар деген жазуға көзі түсті. Әдемі екен. Рахмет. Мұның бәрін өзің жасадың ба? Балалар көмектесті. Серік орындыққа отырды. Мен көмектеспедім. Гүлнар үндемеді. Сен менен сұрамадың. Сұрасам, осыны қашан қоясын бередім? Серік басын төмен түсірді. Иә. Ұзақ үнсіздіктен кейін кешір деді. Гүлнар оған қарады.
30 жыл ішінде күйеуінің дәл осылай шын көңілмен кешірім сұрағанын сирек көрген. Мен сені түсінбеппін. Гүлнардың көзіне жас келді. Мен де өзіңді түсінбеппін, Серік. Үйге қайтасың ба? Гүлнар бірден жауап бермеді. Әлі емес. Серіктің жүзі мұңайды, бірақ бұл жолы ол жарайды деді. Сосын есікке қарай жүріп, қайта бұрылды. Ана көк көйлек әдемі екен. Гүлнар күліп, әйелдерге арналған. Көріп тұрмын. Онда неге қарап тұрсыз? Бірдеңе айту керек болды. Гүлнар еріксіз күлді. Серік те жымиды. Осы кішкентай күлкі олардың арасына қайта салынған алғашқы көпір еді. Айлар өте берді. Шеберхананың тұрақты клиенттері пайда болды. Гүлнар 2 жас қызды жұмыс қалды. Бірі тігінші, бірі дизайнерлік оқуда жүрген студент. Гүлнар оларға кейде қарап отырып, өзін жастық шағында көретін. Апай, мына үлгіні қарамызшы. Жақсы, бірақ белін сәл өзгерт. Осылай ма? Иә, бір күні жас қыз. Гүлнар апай, сіз мұны қанша жылдан бері істейсіз деп сұрады. Гүлнар күліп, 1 жыл. Қыз сенбеді. Қойыңызшы. Шын? Сонда 50 жаста бастадыңыз ба? Гүлнар басын изеді. Қыз, күшті екен. Бұрын 50 жаста деген сөз Гүлнарға ауыр тиетін. Ал бүгін ол мақтанышпен. Иә, 50 жаста деді. Бір кеште Серік шеберханаға тағы келді. Қолында гүл. Бұл не үшін? Себепсіз. Гүлнар күмәнмен. Бірдеңе бүлдірдің бе? Міндетті түрде бүлдіруің керек пе? 30 жылдық тәжірибем бар. Серік күліп жіберді. Жүр, тамақ ішейік. Кафеде екеуі ұзақ сөйлесті. Балалар туралы емес, ақша туралы емес, үй туралы емес, өздері туралы. Серік, зейнетке шыққаннан кейін саяхаттағың келеді деді. Гүлнар тамырғап. Сен саяхаттауды ұнатпайсың ғой. Өйткені ешқашан барып көрмеппін. Қайда барғың келеді? Білмеймін. Міне, сен де өзімнің не қалайтынды білмейсің. Серік күліп. Жұққан сенен. Бірнеше аптадан кейін Гүлнар үйіне қайтты. Бірақ бұрынғы Гүлнар болып емес. Енді оның жұмыс уақыты бар. Шеберханасы бар. Өз табысы бар. Өз жоспары бар. Ал Серік бір нәрсені үйренді. Шайды өзі құялады. Тіпті микротолқынды пешті де қосалады. Бір күні Гүлнар үйге кеш келсе, Серік тамақ жасап қойыпты. Мана сен жасадың ба? Иә. Гүлнар дәмін көрді. Қалай? Гүлнар үнсіз шайнады. Гүлнар, жұмыртқа жей салайықшы. Серік қарқылдап күлді. Гүлнардың 51-ші туған күні келді. Бұл жолы дастарханды өзі жалғыз дайындаған жоқ. Серік етке жауапты. Мадина салат жасады. Нұрсұлтан торт әкелді. Немересі Алина әжесіне сурет салып берді. Суретте үлкен терезесі бар кішкентай дүкен тұр. Үстінде әжемнің дүкені деп жазылған. Гүлнар суретті қолына ұстап тұрып жылап жіберді. Әже, неге жыладыңыз? Қуанғаннан ботам. Мадина анасына кішкентай қорап берді. Ішінде күміс білезік. Білезіктің ішкі жағына өзіңді де ұмытпа деп жазылған. Гүлнар қызына қарады. Мадинаның да көзі жасаурап тұр. Ана, кешірімізші. Не үшін? Сіздің әрқашан біз үшін дайын тұруыңызды қалыпты нәрсе деп ойлағаным үшін. Гүлнар қызын құшақтады. Мен өзінде соған үйреттім ғой. Нұрсұлтан. Мам. Иә? Мен де кешірім сұрайын. Сен не істедің? Құжаттарымды әлі күнге дейін сізден іздетемін. Бәрі күліп жіберді. Енді өзіміз дейсің. Сонда кешірмедіңіз бе? Кешірдім. Бірақ құжатты бәрібір өзіңіз дейсің. Үй күлкіге толды. Қонақтар кеткен соң Гүлнар керез алдында жалғыз тұрды. Серік жанына келді. Не ойлап тұрсың? Өткен өмірімді. Өкінесің бе? Гүлнар біраз ойланды. Жоқ. Шынмен? Иә. Егер қайтадан таңдау берсе, балаларымды тағы да өсірер едім. Сендерге тағы да тамақ пісірер едім. Түнде ауырсаңдар, тағы да ұйықтамай отырар едім. Серік жымиды. Бірақ бұл жолы өзіңді де ұмытпас едім. Серік оның қолын ұстады. Мен де сені ұмытпауға тырысар едім. Гүлнар оған қарады. Әлі кеш емес қой. Иә. Келесі күні Гүлнар шеберханасына ерте келді. Есікті ашты. Таңғы күн үлкен терезеден ішке түсіп тұр. Ол жастық шағындағы ескі дәптерін алып шықты. Соңғы бетін ашты. 35 жасқа дейін өз ательемді ашамын. Гүлнар қалам алды. Сол сөйлемнің астына 50 жасында аштым. Кеш болған жоқ, деп жазды. Сосын дәптерді жапты. Айнаға қарады. Ол бұрынғы 20 жастағы қыз емес. Шашына ақ кірген. Көзінің айналасында жылдар қалдырған майда әжіндер бар.
Бірақ айнадан шаршаған әйелді емес, өмірінің жаңа кезеңіне кірген адамды көрді. Осы уақытқа дейін Гүлнар өзін балаларын өсіріп болған ана деп ойлайтын. Ал енді түсінді. Ана болу оның өмірінің бір бөлігі. Бірақ бүкіл өмір емес. Ол серіктің жары. Балаларының анасы, немересінің әжесі. Бірақ ең алдымен ол Гүлнар. Өз арманы бар, өз таңдауы бар, өз уақыты бар адам. Түске қарай шеберханаға бір әйел кірді. Жасы Гүлнармен шамалас. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, кіріңіз. Әйел айналаға қарап. Осы жер сіздікі ме? Иә. Қашан аштыңыз? Жақында. Әйел күсініп. Мен де бір нәрсе бастағым келеді. Бірақ жасым 52-де. Кеш сияқты. Гүлнар оған ұзақ қарап қалды. Бір жыл бұрын дәл осы сөзді өзі айтқан. Ол жымиып. Не бастағыңыз келеді? Кондитерлікпен айналысқым келеді. Бірақты кейін айтарсыз. Әйел таңырқап. Неге? Гүлнар терезеге қарады. Өйткені кейде бізге кедергі болып тұрған жасымыз емес, өзіміздің қорқынышымыз. Сонда кеш емес дейсіз де? Гүлнар жымиды. Мен 50 жасында бастадым. Әйелдің көзі жайнап кетті. Шынымен бе? Иә. Өкінбейсіз бе? Гүлнар қабырғадағы өз атына қарады. Сосын баяу басын шайқады. Бір нәрсеге ғана өкінемін. Неге? Өзіме мұндай мүмкіндік беруге сонша ұзақ уақыт кеткеніне.